Ассалаумағалейкум, денсаулыққа пайдалы арнасының көрермендері. Лайк басып, подписаться етіп отырыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз қарбыздың пайдасы туралы айтылады. Қарбыздың қандай пайдасы бар? Тәтті де хош иісті, шырынды қарбыз кімнің де болса жаз мезгілінде сүйікті тағамы екенін білеміз. Қарбыз негізінен біздің ғана емес, біздің ағзамызға да ұнайды екен. Қарбыздың антиоксиданттары өте көп. Қарбыздың бір тілімі өзі бір күндік С дәруменін құрайды. С дәрумені ағзамызға түрлі инфекциялардан төтеп беруіне көмектеседі. Қарбыз күйзеліске көмектеседі. Тәттілігі мен шырыны көп болуынан ғана емес, қарбыз психоэмоционалдық қажеттілігі өте көп. Бета-каротин қарт кісілерге қарбыз жиі жеп тұруға кеңес береді. Қарбыз ракты алдын алады. Құрамында ликопендері көп. Қарбыз рактың алдын алады. Кеуде рагы, өкпе, простатит, асқазан жолдары рагын сақтайды. Қызанақтың құрамында ликопен болуымен рекорд жасаған. Қарбызда ликопен 60%-ға көп келеді. Сонымен қатар ликопен қан тамырларының ауруына көмектеседі. Қарбыздардың құрамында жас ұнтақ көп. Bir күнде адам көп жейтіні анық. Ағзадан токсиндерді шығарады. Ал зәр айдау қасиетке ие. Ағзаға түскен ортақ сұйықтықтарды ашулап шығарады. Қан тамырлары жүйесін нығайтады. Иммунитеттің жүйесін күшейтеді. Ал мұндай қасиетке құрамында цитрумен ие болғандықтан қарбыз салмақты бір қалыпты ұстауға көмектеседі. Калориясы өте аз. Ал сіз осы жазда қарбызды жиі жедіңіз бе? Сау болыңыздар.